Аймақтың басты арнасына 57 жыл толды. Осы уақыт аралығында Ертіс телеарнасы талай белестерді бағындырды. Журналистер мен телеарнаның үздік мамандарынан құралған талантты топ халықтың ахуалы мен елдің саяси мәселелерін айтуда мақсат тұтады. 1965 жылдың 7 қарашасында телестудия көрерменге алғашқы бағдарламасын ұсынып тұңғыш рет эфирге шықты. Талай қилы уақытты бастан өткізіп, бүгінде қанатын кеңге жайып отыр. Биыл телеарна өз көрермендеріне бірегей 21 телевизиялық жоба ұсынып отыр. Армағайын жүрек бағдарламасы бүгін Ақмола облысы Ерейментау ауданы Шорман бидің жаз жайлауында. Ертіс арнасы аптасына 19 сағат тікелей эфирге шығады. Жылжымалы техникалық станцияның көмегімен аумақтан тыс жерлерден де тікелей хабар таратады. Бұл көрерменмен байланыс жасауға сәйкесінше қазіргі телевизиялық тенденцияларға сай болуға септігін тигізеді. Телеарнаның жүрегі жаңалықтар күніне 5 рет еліміздің түкпір-түкпірінен хабар таратады. Тікелей эфирде қазіргі уақытта арнаның материалдық техникалық базасы жаңартылып, заман талабына сай жабдықталған. Арнаның кадрлық әлеуеті мен ақпарат беру әдіс тәсілі жылдан жылға артып келеді.